Assalomualaikum ағайын. Мынау бүгін аукционға қайтып келдік. Қазақстанға барып жаңағы біз документтерді Қазақстанға барып қайтқан себебім, YouTube-ға видео қоймай жатқан себебім, Қазақстанға барып жаңағы документтерді тағы да біліп, не керек екен, точно нәрсесін, точно нәрселерді жаңағы көзімді жеткізіп, өзімнің сол нәрселерді бітіріп, Қазақстаннан осы бүгін 3 күн бе 4 күн болды Кореяға келгеніме. Балалар іздеп жатқанша жаңағы. Міне сол қайтадан аукционға келіп, енді біздің бір Алматыда көкеміз бар. Сол көкемізге атын қалмаусын. Сол көкемізге 2018 жылғы газ 2 куб 2018 жылғы Ақтанатаны сұраған, соны қазір түсірейін деп жатыр. Міне көріңіздер. Окей, шыдағам. Міне. 본넷 нормально. Алды, капоты уже жақсы. 여기가 펜다. енді крыло, алдыңғы крыло. 110. 그러니까 사고가 나면 여기에 많이 사고가 나요. соғысқан жерлер мына жерде соғысады дейді. 120, 110. ең бірінші 110. Әдемі. Нормально. 130 жақсы. 100 жақсы. 140 жақсы. 120 жақсы. 100 жақсы. 140 жақсы. Мына есікті бүтін. 여기가 필러. енді мынау стойканы. мына стойканы. 120 жақсы. 120 жақсы. 그리고 여기 천장 바탈록은 가장 기본적으로 사고가 이걸로 해서 다 기준이 되는 거예요. 이 도색으로. міне мынау потолоктың несін көрсетеді қазір 110. бұл потолок онша авария болмаған соң осы жерден қарайды бәрін главный. жақсы. енді артқы есікті. 오케이. 여기 아까 설명했어요. артқы есікте жақсы. толмаған. 안쪽. міне ішінде көреді. бұл жағында краскіленген ба, краскіленген ба. 얼마나 왔어요? 오케이. 여기 90. 90 шықты олар. 90, 80. 여긴 70. 70. 70. 70. 오케이. жақсы. 그리고 만약에 내가 여기서 문제가 생긴다 그러면 이걸 열어봐요. мына есікті ауыстырған болса, заводской нелерде мына резинаны ашып көреді. 열어보면은 자 봐봐. 여러분 일단 요만큼만 열어볼게요. 뭐 이렇게 열어보면은 이건 일단 문제가 없으니까 원래 안 열어도 되는 건데 문제가 있다. 여기서 도색에 약간 문제가 있다. 교환이라는 게 의심이 된다. 그러면은 요거를 봐요. 여기 지금 찍혀 있는 거. 이거 공장에서 찍힌 거야 이거는. мына кісі профессионал. бұны түсіндіріп жатыр. қараңдар, мына жерде мынау заводской мен ручной істеген. екеуі екі түрлі. Ашин стап көрсе бәрі білінеді краскіленгені. сосын мынау шоктар, мынандай шоктарды заводта ғана істейді. бұны ручной істей алмайды, бұны келтіре алмайды все равно. 그러니까 이걸 쭉 열어가지고 쭉 보는 거야 밑에 것까지. бәрін ашып астына дейін көреді. 그래서 이제 여기서 만약에 교환된 차량이고 그러면 여기 만져서 느낌으로 제가 느낌으로 딱 알 수가 있어요. 만져서 딱 알아보는 거야. қолмен осылай ұстап көрсе, сразу сезіледі уже ауысқанын, мына жер кесіп қойылғаны. осындайға дейін тексереміз. мына артқы крыло 110, 110, 120, 110. 오케이. артқы крыло да жақсы. 여기. енді арты. 130. 130. 130. 120. 아니. 110. 110. 110. 110. 이쪽도 무사고.
артыда ұрылмаған. Міне мынандай мынау кішкентай мына полировкамен бүйтіп кетірсең кетеді. Мынау қарындаш сызады ғой. Қарындаш сызған кезде көрінді ма? Мынандай сызықты бұл жерде техосмотрдан өткен кезде отметкалады, осыны көріңдер деп. Өйткені машинаның ішінде мынандай сызықтар ғой, міне осы сызықты не қылады. Отметка анау Қайрат, мен саған постоянно айтамын ғой. Әшейін қандай проблема болса да, әшейін отметка қыла береді техосмотрда. Мынаны бүйтсең қолмен ақ кетіп жатыр уже. Полировкамен бұл кетеді. Міне кетіп жатыр. Қолмен кетіп жатыр. Көрдің бе? Қанша кетіп қалды уже. Сол сияқты нәрсе, осындай кішкентай нәрселер болса, отметка қыла береді қағазға. 출명해 준 거 이거는 이것 때문에 지금 배치한다가 그 수리에다가 여기 확인하라고. 주돈, 주줄마, 주줄마, 주돈, 주돈, 주스카락, 주스카락, 주돈, 스토익스 주돈, 작사, 주줄마, есть 앞에서 주줄마. 120, 130, 110, алдын кесік 120, 140, 110, 160, 120, 120. 다시. қайттан 130, 130. 오케이. 120. алдын кесік жақсы. алдыңғы крыло 130. 다시. қайттан 그럼 다시. 130. 요거는 교환이야, 교환. 교환이 아니라 도색. 이 부분에 살짝 도색 들어갔어. 도색이 들어갔어요. 이게 도색 들어간 거야. 도색 들어간 거야. міне осы жері ғана 크라스카. алды краскіленген, мына крыло ғана. 여기만. 요 부분만. 자, 그러면은 이거는 여기 전체는 요 오른쪽 요 펜다에 도색이 들어간 거예요. полный қазір тексеріп шықты. мына шет қана краска етілген. бұл жерде енді кішкентай бір нәрсе болған сияқты краска етілген. кішкене көрініп тұр міне. бірақ бәрі жақсы. 여기를 빛에 비춰 보면은 여기 약간 흰색 부분이 약간 색깔이 다르잖아. 여기 흰색하고 약간 누런 색깔이 나죠. 여기 색깔 도색이 들어간 거야. 색깔이 좀 다르다. осы жердің болған проблемасын айтып беріп жатыр. 그리고 이제 안에 있는 걸 한번 볼게요. 가죽 상태를 한번 시트 상태를 봐요. 거기 열어봐요. 시트 상태. 이게 사진 이 시트 상태 지금 보면은 시트 상태가 아주 괜찮아. ішкі салоны міне кожаный салон. ақ жіппен тігілген. әдемі көрінеді. іші темекі шегілмейді. ішінде қазір 사이로 잠깐만 이거 한번 봐주세요. 뒤에서 찍을게요. 뒤에도 한번 찍어줘요. міне қазір оталдырамыз. bismillahirrahmanirrahim. 카드를 넣어주세요. 자, 시동 소리도 괜찮아. мотор жақсы оталды. 일단 모터 한번 확인해 볼게요. коробканы тексеріп жатыр. 일단 뭐 간단하게 주행은 못하지만 여기서 주행을 할 수는 없지만 이런 걸로 해서 엔진 소음이나 떨림 이런 거를 내가 알아본다고 좀. бұл кісі енді қазір оталдырып мотордың жағдайын біліп жатыр. жаңа осылай газды қаттырек басып жіберіп, мына боковой айналадан ашып, ішкі енді комплектациясының бәрі істей ма, дұрыс па екен, сондай нәрселерді көрсетеді. кондиционер тексеріп көріп жатыр енді қазір. кондиционер ұрып тұр. ауысады, аяққа ауыстырады, неге ауыстырып жатыр.
이게 여기 지금 여기도 까지자네가 되는지 지금 다 확인. 예, бәрін сол. 그다음에 히터. енді иә печкасын көріп жатыр. печка. 네, печкада жақсы. печкад요. 이런 걸 다 한번 봐줘요. 안에 다 들어가 있는. бәрін көріп жатыр. 그다음에 요거 같은 경우는 우리가 지금 내비게이션이 여기 안에 네. 장착이 되어 있는 거예요. 네. 야, 나중에 우리가 경매를 해도 되면은 요 네. SD 카드를 우리가 받아서 여기다 네. 넣을 수가 있어. 그럼 이걸 챙긴다고. 카자흐스탄에서 근데 카자흐스탄에서도 쓸 수가 있는 게 뭐냐면은 네. 영어로 쓸 수가 있지. 영어로. 영어로. 위치를 바꿔서 영어로. 환경 설정 들어가서 네. 언어로 해서 영어. 그러면은 내가 쓸 수가 있어. 영어로 바뀌어. 그러면 랭귀지 has been changed 해가지고 바뀌어요. 내비게이션을 영어로 쓸 수 있지 거의. 오케이. SD 카드가 있어야지 들어가는 예, 내ді кішкентай карточканы берсе, бізге береді. Машина алсаңыздар сол карточкамен бірге. И навигаторды орысша емес, только ағылшыншаға аударып істеуге болады. Только екі тілде, корейский и ағылшынша. Міне майда шүйдерлерін бәрін осының бәрін тексеріп, полный істейтін, істемейтін бәрін айтып, көрсетіп, не қылады. Мынау Sonata деген өте жақсы машина. Өйткені артында да кең отырасың, спокойно. Үлкен адамдар, іші бар адамдар да отыра береді, ағаларың спокойно. Ешқандай қысылмайды. Мына жерде кең, бойы да жетеді потолокқа, әдемі. мен өзімде 이 차량은 내부에 손댈 게 없어. 이게 뭐 전 차주가 담배 핀 것도 아니고 예. 천장도 깔끔하고 예. 안에 여기 냄새도 안 나잖아요. 예, 예. 잡바도 없고 깔끔해요 다 지금 네, 여기. машина таза. өйткені хозяин айдаған, таза хозяиндар айдаған. Сосын темекінің иісі қалмаған іште, темек шекпеген. бәрін көріп тұрған кезде тап-таза болып тұр. иісі, машинаның иісі де свежий иісі көрініп тұр. 그리고 이제는 이제 본네트를 열어서 본네트를 한번 확인해 볼 거예요. енді моторы жағын ашып, моторын көреміз қазір. 모tor жағы. 이거는 차가 1년밖에 안 되기 때문에 뭐 배터리에 문제가 있거나 뭐 이렇게 엔진룸에 문제가 있거나 전반적으로 뭐 하우스 여기 이제 사고 내역을 봐야 되는데 여기가 아까 도색이 들어갔기 때문에 사고 내역을 보는데 이거는 사고 난 거는 아니에요. 너트를 바꾸지 않았고 하우스 자체가 안으로 쭉 들어가요. 이게 하우스라 그러는데 이게 헝클어지잖아. 사고가 나면 여기를 탁 치게 되면은 여기를 탁 치게 되면은 여기 사고가 나면은 이게 찌그러지거나 변형이 되는데 그런 부분은 없어요. мына мына жерде айтып жатыр, мына болттар шешілмеген. Если бұл болттар шешілсе, уже мына жақтан қатты удар болған. Мына жерде шешілмеген, мынау ауыспаған. Жаңағыдай бір саратина болып сондай нәрсе сезілгендерді бәрін айтып беріп жатыр. Қалай? Если мына жақтан қатты удар болса, мына жердің бәрі мырс-тырс, болттар шешіліп, мыналардың бәрі неді ауысады, сондай дейді. Мотор, машина 2 жыл болған соң, только аккумулятормен қалған бұл жерде ешқандай нәрсе болмайды. өйткені жаңа машина ғой. 그리고 이거는 가구차가 아니기 때문에 예를 들어 가구차를 뒤에서 여기로 확인하지만 이건 특별히 뭐 여기는 가구차가 아니고 밑에 내부를 한번 내부 한번 찍을 수 있어요. 내부? 지금 이제 이렇게 보면은 타이어하고 내부 상태를 볼 거라고. 타이어하고 내부 상태. енді қазір астың баллондарды көреміз. қазір резина новый. Так, резинаның размері. 타이어 상태를 볼게요. 여기 홈을 만져보면은 여기 홈이 들어가 있어요. 이게 뭐 동전, 멜라치 500원짜리를 이렇게 넣어봐가지고 이거를 이 수명을 타이어 수명을 아는 것도 있는데 이 타이어 수명 왜냐면은 타이어 수명이 오래되면은 이게 밋밋해지잖아. 달리자루잖아요. 근데 이거 같은 경우는 지금 많이 파였다고. 이런 지금 80%가 남아 있다고 타이어는. мына жерде 80% қазір қалып тұр. 80%. мына жерге тиын салсаң өзі білінеді. 80% қалып тұр. өте жақсы состояниеда баллоны. 205, 65, 16. 자, 쫙 한번 만져보는 거예요. осылай стап көріп жатыр. развал баллонировка дегенде.
그리고 이 하체를 보는 거야, 하체를. Endi astın göredi. 이렇게 하체를 봐요. 하체가 깔끔한지 안 돼. 네. 이거 같은 경우는 우리 한국은 도로를 움직이기 때문에 하체 부분이 깔끔하다고. 예. 이따 근데- 원래 저기서 앞에서 한번 보고 예. 뒤에서 한번 보고 예. 여기 지금 옆을 봐야 되는데 자리가 좁아. 좁긴 예. 좁는데 지금 다 볼만해요. 예. 일단 이 옆쪽에는 크게 문제가 없고 예. Jandan aslında ешқандай проблема жоқ. Астында защитасын бәрі тұр. 타이어 이것도 상태가 아주 좋아요. Мынау артқы баллонда өте жақсы. Мынау қазір біз мына жерде орын қысқа болып тұр. Соны астынан түсіре алмаймыз. Мін былай түсіріп көрейін. 여기도 이걸 보면은 이 차는 1년밖에 안 됐지만 мына машина 차가 5년이나 6년이 된 차들 안에 부식이 돼 있어. 부식이 된다는 게 뭐냐면은 누런 그런 거 있죠. 예, 끼는 거 있잖아요. 여기 예, 지금 뭐 예. 오래돼가지고 끼는 거 이렇게 이렇게. 되는 거 예, 예. 이런 상태를 봐주는데 요거 같은 경우는 양호해요. 예. мына машина 1 жыл болған жоқ. Астында мындай ржавчиналар жоқ. Осындай ржавчиналар жоқ, таза. Осыға дейін түсіріп жібереміз. 그러니까 이거 같은 경우도 다 있고 안에 덮개도 여기 있고 예. мынау артында защитасы да бар. 이것도 상태가 좋아. 예. өте керемет. 여기도 문제 없어요. мына жақта да проблема жоқ. Астында 여기도 타이어도 문제 없어. бұл да алдыңғы баллон, төрт баллонында өте әдемі. 여기는 뭐 이런 거 아주 문제 없어요. 예. моторында да ешқандай проблема жоқ. 그러니까 전반적으로 문제는 없는데 뭐가 문제냐면 요거만 문제야 지금. 예. қазіргі болып жатқан проблема 여기 살짝 도색 들어가. 예, мына жерде осындай царапина болған. Сол царапинаны осы қайтып краслетіп қойған. 그러니까 이거를 이렇게 보면은 베즈 아바리아 그 다음에 미자멘나 예. 크라스카 아진. 예. бұл жерде жаңағы царапина болған. Есінің сондай үстінен краска жіберген осы жерден. ал міне ағайындар, осындайға дейін бәрін машинаның толық нәрсесін бәрін айтып түсіріп жібереміз. Өйткені ол ертең мен Қазақстанға апарғанда мына жер мынандай деп айтпайтындай қылып бәр нәрсені ашып істейміз. Өйткені бәріміз де адамбыз ғой, бәріміз де жақсы машина арзан бағада алғымыз келеді. Осындай капотты қат жабады бұлар. Осындай жағдайлар, мен өзіме алғандай қылып машинаны сіздерге алам. Ол жағынан ешқандай уайымдамасаңыздар болады. Мақұл, келесі кездескенше тағы машиналарды түсіремін. Комментарийға жазып, тағы да машиналарды түсіріп, айтатын сөзім көп. Жақсы, тағы түсіремін.